жөндеу сол Нива Шевролет автокөлігінің терезеге су шашқыш бачогы, соның мына жеріндегі уплотнительный резин бізде пайдасыз болды. Ол мынау екі бөлініп, мына бөлігі ішке түсіп, мына бөлігі сыртта, ненің бойында, моторщиктің бойында қалып, анадан су ағып маза болғасын. Бұндайды базарда сата ма, сатпай ма білмейміз. Соны енді неде болса реттеу керек, қолдан жасап, етіп жасап қойдық. Мынау резин, мынау шланг резин. Осыны кесіп салып қойдық. Енді мынау резинге аранда жұмсақтау. Айналасын шамалы жонып, кіргізіп, жаңа түсірерде кесіп өтқанымыз ойға салуды ойға келмей, енді болғаннан кейінде салып жүріп өтқаным. Егерде сіздерде де осындай жағдай болса, мынандай резинді кесіп, қалған қалдықтары ғой, айналасын жонып, ортасынан ол жерден кесіп, 1 сантиметрде кесіп беріп, сосын жарты сантиметр жерден ортасын жұқалау етіп, тағы да бір канал жасап кесіп, жаңағына пластмассаға отыратындай етіп, пластмассаның ернеуіне отыратындай етіп кесіп бердім. Көрсетейін. Енді плотын кіріп қалғасын көрінбей тұр. Енді осыны қазір машинаның моторщигіне апарып қондырамыз. Машинаға салып, сосын моторщигін қондырамыз. Көлігіміздің моторщигі. Шағал ту болғанда жаңа кең болғаннан жақсы шағып қоғады. Бір қолмен сіріп, бір қолмен істеген қыздырды. Видеоның кемшіл тұстарынан ішін кесіміз айып, тақазынан салғаннан кейін көрсетейін. Атана бір қолмен қайсы екен салған. Бұрынға қарағанда мықтырақ болған. Суға тексеріп қараймыз тағы да. Бачокқа су толтырдық. Су ағып тұрған жоқ. Ешқандай. Көріп тұрғандай. Ішінде бачокқа ішінде су бар. Soğutsan çok. Yoksa iyi de şundan olurdu olsaydı. Şlangıdan kesip olsanızdır болады. Yoksa başkalarına satılıp rahmet. İstediğiniz olan olsun.